Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Расыл, баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Supercell'дің жаңа ойынына редакциясы бета анимациясына шолу жасайтын боламыз. Бұл анимация осылай kirledi. Осылай жүреді достар. Айтпақшы, бұл анимацияға достар, бұл ойынға Brawl Stars, Hay-Day, Clash of Clans, Clash Royale деген ойындардың персонаждары кіреді. Міне қазір өздеріңіз көресіздер. Міне Hay-Day мен Clash of Clans'тығы. Енді Brawl Stars'тығы қосылды. Енді налар кім? Clash Royale. Тағы бір ойын бар, Supercell'дің сол ойындағы персонаждар да қосылған. Сол ойындағы екі персонажды көріп тұрмын. Clash of Clans'тан екеу, Hay-Day'ден біреу, Brawl Stars'тан екеу. Мынау Brawl Stars'тың айдаһары, ана осы секрет Swine Busters деген. Осындай достар. Осы ойын қалай екен достар, осы ойын. Өздеріңіз неге шықса, Play Market'ке шықса, мен тартып осы ойынды ойнаймын. Сіздер де тартсаңыздар болады, бірақ қолдайтын шығарсыздар. Бұл да негізі қызық ойын секілді. Біреу, бұл ойынның бета версиясын тартқан. Сол бета версияны ойдаған. Бұда жүресін, адамдарды прокачать етесін. Адам бір басында көрсетілген сандықты достар. Мына сандықты табастар достар. Осы сандықтың ішіне сіздерге бір адам береді. Сол бір адаммен екі адам болып жүресіздер. Кейін барып біреу топ болып жүресіздер ғой. Адамдарды өлтіресіздер. Кристалл жинау керек бұда. Центрге барсаңыздар бір сандық тұрады. 1 минуттан кейін ба сандық ашылады да көп кристалл береді. Кімде көп кристалл, сол ұтады. Еще бір ағаштары болады бұда. Ағаштарды андай кесіп, содан 1-2 кристалл алады. Сандықтар, құбыжықтар болады. Сол құбыжықтарды өлтіріп, нелерді алады, кристаллдарды. Мысалға, жаңағы мына айдаһар секілді достар. Мына айдаһар секілді нелер болады, осыларды өлтіру керек болады. Көп. Достар, ондай болса, осындай видео, қолдап қойтыңыздар. Өздеріңіз негізі жалпы көрсеңіздер болады. Мынандай ультасы болады, тез жүгіретін. Сондай ульта, мысалы, спонсоптарды қосып алып, солай жүрсеңіздер болады. Қазір тағы 1-2 нәрсесін ұмытып тұрмын достар. Еще адамдарға прокачать еткенде адамдар сатып аласың. Сол кезде, ойнаған кезде адам сатып алған адамдарын түседі. Құлтанған адамдар түспейді. Оларды аламайсың. Өзі құлтанып тұрады. 3 адам таңдауға береді. Біреуі сенде жоқ па, сол құлтанып тұрады. Оны таңдай алмайсың. Сондай ойын достар. Бұда садақшылар бар, қылышпен өлтірушілер бар, тапу ұрушылар бар. Мысалға, Брок садақшыларға жатады. Сондай болса достар, видеомыз осындай болды. Сіздермен болған мен Расыл. Баршаңызға сау болыңыздар.